Төртінші тарау арнайы білім байлыққа жеткізер төртінші қадам. Арнайы білім жеке тәжірибе немесе өмірден түйу. Білімнің екі түрі бар: жалпы білім және арнайы білім. Жалпы білімді қаншалықты мол жинасаңыз да, қай салаға қатысты меңгерсеңіз де, ақша табуға пайдасы шамалы болмақ. Ірі университеттердің факультеттері өркениет тудырған білім атаулының бәрін оқытады. Алайда профессорлардың көбі ақшаға жармай өтеді. Олар білім беруге маманданған, бірақ білімді пайдалану жолын көрсете алмайды. Ең түпкі мақсатыңыз табыстың көзін тауып, ақшаға кенелу болмаса, білімді іс жүзінде кәдеге асыра алмайсыз. Оны қолдану әдісін де білмейсіз. Осы қарапайым фактіні түсінбеген миллиондаған адам күш білімде десе де, білімді қажетті жарата алмай күнкөріс қамын ойлап жүр. Шынында білім деген тау қопаратын күш емес. Білім ықтималды күштің бірі ғана. Оны дұрыс ұйымдастырып, нақты жоспар арқылы іс-әрекетке айналдырса, түпкі мақсатқа қызмет етсе ғана күш болмақ. Барлық білім беру мекемелерінде бір кемшілік бар. Олар оқушылар мен студенттерге арналған білімді іс жүзінде дұрыс пайдалануды үйретпейді. Қалауыңызды ақшаға байланысты айналдыратын қабілетке ие болмас бұрын қызмет пен тауарды сату ісінен хабарыңыз болу керек. Өйткені табысқа жету үшін осы екі саланың бірін меңгерген боласыз. Өзіңіз қалаған шамадан аспайтын арнайы білім қажет. Кейде оны игеруге шамаңыз да жетпеуі мүмкін. Ондай кезде шабыт берушілер тобы көмекке келіп, осал тұсыңызды жеңуге көмектеседі. Эндрю Карнеги болат өндіру бизнесінің техникалық жағы жайлы ештеңе білмейтінін айтты. Тіпті сол саланы жетік білейін деп тырыспады да. Болат өндіру мен сатуға қатысты арнайы білімді ол пікірлестерден алды. Сол шабыт беріп, алға ұмтылдырып отырды. Үлкен дәулет жиған адам ықпалды, басқаларға билігін жүргізе алатын жан болады. Ол үшін арнайы білімді бір арнаға бағыттап, дұрыс ұйымдастыра алу қажет. Алайда сол білімді дәулетті адамдардың өзі меңгеру керек деп түсінуге болмайды. Осыны жақсылап миға тоқып алыңыз. Дәулетті болғысы келетін жандар білімі жетпейді деп қиналмасын. Арнайы білім алу ешқашанда кеш емес. Осыны жақсылап миға тоқып алыңыз. Дәулетті болғысы келетін жандар білімім жетпейді деп қиналмасын. Арнайы білім алу ешқашанда кеш емес. Көп адам жеткілікті дәрежеде білімді емеспін деп қиналып, өзін толыққанды адам санатына қоспай қор тұтып жүреді. Ал білімді адамдардың басын біріктіріп, шабыт берушілер тобын құрған адам сол топтағы адамдардың білімін пайдаланып табысқа жете алады. Мектеп пен жоғары оқу орнында дұрыс білім алмадым деп уайымдамаңыз. Эдисон мектепте небары 3 ай ғана оқығанын есте ұстаңыз. Алайда оны ешкім білімсіз санамады. Өмірінің соңында аштан өлген жоқ. Дәулетті адамдардың санатында болды. Ford Motor компания негізін қалаған Генри Форд та 6 сыныптан ары қарай оқымаған. Сөйте тұра өнеркәсіп әлемінде көшбасшылардың бірі болды. Автокөліктерді жаппай шығаруды қолға алып, сол кәсіпте мол пайда тапты. Алған біліміңіз жоспармен бекітіліп, нақты мақсатқа қызмет етсін. Арнайы білім алу ең көп кездесетін және ең арзан қызмет түрі. Ең алдымен өзіңізге қажетті арнайы білім түрін және оның не үшін қажет екенін анықтап алыңыз. Кең көлемде алғанда өмірлік мақсатыңыз, сол мақсатқа жету үшін жасайтын іс-әрекетіңізге қандай білім түрі керегін анықтауға көмектеседі. Осы мәселені шешіп алған соң, сенімді білім көзінен нақты ақпарат алуға көшіңіз. Оның ішінде маңыздысы жеке тәжірибеңіз бен біліміңіз. Басқалармен ынтымақтаса отырып алуға болатын білім және жиналатын тәжірибе. Мысалы, пікірлестер тобы. Колледж мен университеттер, қоғамдық кітапханалар,
арнайы курстар, интернет білім алған соң оны дұрыс пайдаланып, нақты жоспар арқылы өмірлік мақсатыңызға қызмет етуді бастау керек. Білімді бір лайықты мақсатқа пайдаланбаса, еш құны болмайды. Сондықтан да жоғары оқу орнынан алған біліміңіз жоғары бағаланбайды. Ол көп білімнің бірі болып қана қалады. Қосымша білім алуды ойластырып жүрген болсаңыз, ол білімнің мақсаты не екенін анықтап алыңыз. Сонан соң сол білімді беретін сенімді деректерді қарастырыңыз. Табысты адамдардың негізгі мақсаты бизнесі мен мамандығына қатысты арнайы білімін әркез жетілдіріп отырады. Ал жетістікке жетпеген жандар мектеп бітіргенде алған білімін жеткілікті санап, сонымен шектеледі. Шынында мектепте алған білім табысқа жетуге көмектесетін практикалық білімді алу үшін үйрететін құрал ғана. Барлық идеяның негізі арнайы білімге келіп тіреледі. Өкінішке қарай, баюдың жолын таппай жүргендер идеяға қарағанда арнайы білім алудың жолын тез әрі көп табады. Сондықтан да ерлер мен әйелдерге жеке қызмет сатушылар көбейіп кетті. Қабілетті болу үшін қиялдай алу керек. Сонда ғана арнайы білімді идеямен ұштастырып, байлыққа жету үшін жоспар құра аласыз. Қиялыңыз жүйрік болса, келесі тараудан байлыққа байланысты идеялар табасыз. Есіңізде болсын, идея ойлай алу ең бастысы осы. Арнайы білім кез келген бұрыштан табылады. Оны іздеп әуре болмайсыз. Тұжырым. Білімнің екі түрі бар: жалпы және арнайы білім. Ақша табамын деген адамға жалпы білімнің пайдасы аз. Білім алған соң оны дұрыс ұйымдастырып, нақты жоспар бойынша әрекет етпесе, ол ақша келмейді. Өркениетке белгілі қазіргі барлық білім беру жүйесінде білімді алған соң пайдалану әдісін үйретпейді. Арнайы білімнің қай түрі керек екенін және оны игеру мақсатыңызды анықтап алыңыз. Содан соң сенімді дерек көзге жүгініңіз. Білімді пайдалы іске жұмсамаса, оның құны болмайды. Барлық саладағы табысты адамдар мақсатына, бизнес мен мамандығына қатысты арнайы білім алуды тоқтатпайды.